Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз дәмді әрі пайдалы деп аталады. Сен бүгінгі сабақта қалай дұрыс тамақтану керектігін білесің және дұрыс тамақтану ережесін құрастырып көресің. Вау! Бізге алыстан хат келді. Бізге хатты кім жіберді екен? Хатты бізге Руслан жіберген екен. Суретке қарасақ, Русланның көңіл күйі жоқ сияқты. Қанекей оқып көрейік, не жазды екен? Менің атым Руслан. Менің үнемі ішім ауырады. Анам мұның себебі дұрыс тамақтанбаудан дейді. Маған сендердің көмектерің қажет. Балалар, Русланға қалай көмектесуге болады? Оған қалай дұрыс тамақтануға болатынын түсіндір. Дұрыс тамақтану ұғымы мынандай 3 негізгі қағидатты қамтиды. Біріншісі, тағам пайдалы болуы тиіс. Екіншісі, тамақты күнде уақытында ішкен дұрыс. Үшіншісі, тамақты мөлшермен қабылдау керек. Біз Русланға көмектесу үшін сендермен азық-түлік дүкеніне жол тарттық. Балалар, әрине, азық-түлік дүкенінің ішінде сан алуан тағам түрлері бар. Сендер осы тағамдардың ішінен тек пайдалыны ғана және дәмдіні таңдауларың қажет. Ал іске сәт көрейік не таңдайтындарыңды. Егер сендер себеттеріңді пайдалы тағамдарға толтырып болдық, осыларды аламыз деп ойласаңдар, алдыларындағы суретке қарап ойланып көріңдер. Сендердің алған тағамдарының барлығы пайдалы ма екен? Мен сендердің дұрыс таңдау жасағандарыңа сенімдімін. Енді зиянды тағамдарға қараңдар. Қалай ойлайсыңдар? Пайдалы тағамдар бізге не үшін қажет? Дұрыс айтасыңдар, себебі олардың ішінде дәрумендер мен минералдар өте көп екен. Келесі бейнежазбаға назар аударайық. Сәлем, мен Русланмын. А, Б, С, Д, Е, К латын әліпбиінің әріптері ғана емес, дәрумендердің де атаулары. Бұл организмге аса пайдалы және қажетті заттектер. Біз оларды тағамнан аламыз. А дәруменін өсумен көру дәрумені атауға болады. Себебі, ол арқылы сен жақсы өсесің. Ал көзің тамаша көреді. Б тобы дәрумендері Б1, Б2, Б3, Б6, Б7, Б9, Б12. Бұл мидың сүйікті дәрумендері. Олар ақылды болуға көмектеседі. Тіпті күрделі ақпаратты да есте сақтауға көмектеседі. С дәруменін күшті иммунитет дәрумені деп атауға болады. Себебі ол арқылы сен аурулардан қорғанасың. Е дәрумені сені күшті және төзімді етеді. Д дәрумені К дәруменімен бірге сен сүйегінді мықты етеді және көптеген басқа маңызды қызметті орындайды. К дәрумені қырық қабатта, ашытылған қырық қабатта, көкте, қиярда, қызанақта, құлпынайда, ірімшікте көп кездеседі. Д дәруменін алу үшін балық, жұмыртқа, сүт, айран және басқа сүт өнімдерін тұтыну қажет. Сонымен қатар күн сәулесінде көп серуендеу қажет. Себебі Д дәрумені күн сәулесінің әсерімен теріде түзіледі. Денсаулығын зор, күшті, ақылды және сымбатты болу үшін тағам арқылы дәрумендермен қатар минералды заттектерді де алу қажет. Мысалы, темір, кальций, йод, мырыш, магний және басқаларды. Кальций сүйектің мықты болу үшін, ал тістің тішеге ұшырамай сау болу үшін қажет. Кальций сүтте, сүзбеде және басқа сүт өнімдерде көп мөлшерде кездеседі. Магний, мырыш, йод мидың жақсы жұмысы және иммунитет үшін маңызды. Сондай-ақ, йод қалқанша бездің жұмысы үшін аса маңызды. Йод теңіз балығында және басқа теңіз өнімдерінде көп мөлшерде болады.
магний қарақұмықта және басқа жармаларда, бананда, жаңғақтарда, қызанақтарда көп кездеседі. Мырыш асқабақ дәндерінде, қара жидекте, тауық етінде, үрме бұршақта және басқа бұршақ тұқымдастарда болады. Темірді алу үшін ет, жұмыртқа, жармалар, алма және басқа жемістерді жеу пайдалы. Темір арқылы организмнің әр жасушасына оттегі жеткізіледі. Осыған дейін мен атаған және көрсеткен өнімдерді пайдалы тағам деп атайды. Себебі бұл табиғи өнімдер, оларды табиғатта, бау-бақшада немесе фермада кездестіруге болады. Барлық пайдалы өнімдерде дәрумендер мен минералдар көп мөлшерде кездеседі. Бірақ пайдасыз тағам да болады. Бұл тағам өнеркәсібі технологиясының көмегімен пайдалы тағамнан жасалатын өнімдер. Пайдасыз тағамға чипсілер, кәмпит, печенье, тәтті пісірмелер, гамбургерлер, хот-догтар, сосискалар, шұжықтар, қант қосылған зауыттық сусындар жатады. Пайдасыз тағамда дәрумендер мен минералдар жоқ деп айтуға болады. Сондықтан оны тұтынбау қажет. Есінде ұста, дәрумендердің барлығы қажетті, минералдардың барлығы маңызды. Тек пайдалы тағамды тұтын. Көкөністер, жемістер, ботқа, балық, бұршақ тұқымдастар, тауық еті, сүт өнімдері. Сонда барлық дәрумендер мен минералдарды қажетті мөлшерде аласың. Дұрыс тамақтансаң, денсаулығың мықты, қуатың зор болады. Сен білесің бе, Айдарына қош келдің. Адамның миына жаңғақтың барлық түрі пайдалы екен. Соның ішінде ерекше қай жаңғақ әсіресе пайдалы? Соған бір тоқтап кетейік. Жаңғақ табиғаттың ерекше сыйы. Оның түрлері өте көп. Олардың ішінде ең пайдалысы грек жаңғағы. Онда көптеген дәрумендер мен микроэлементтер бар. Грек жаңғағында жүрек жұмысына қажетті магний мен калий көп. Ол мидың уақытынан бұрын қартаюының алдын алады екен. Міне қызық. Оқулығымыздағы суретке назар аударайық. Сендер байқап тұрғандарыңдай, бұл жерде әр түрлі ұлт өкілдері бар. Ойланып қарайық, қандай ұлт өкілдерін көріп тұрсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Қазақстанда әр түрлі ұлт өкілдері тұрады. Біз барлығымыз татумыз, бір-бірімізге қонаққа барамыз. Қонақтарға дәмді және пайдалы ұлттық тағамдар ұсынамыз. Осы орайда сендерге сұрақ қойғым келіп тұр. Қандай ұлттық тағамдарды білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Бізде ұлттық тағамдардың сан алуан түрі бар екен. Бешбармақ, қазы-қарта, қуырдақ, құрт, жент, бауырсақ, шелпек, қымыз, шұбат. Өте жақсы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сендер бүгінгі сабақта қалай дұрыс тамақтану керектігін білдіңдер. Жақсы, сау болыңдар.